Сәлем оқырман, Сәуленің арнасына қош келдің. Арнама тіркеліп, лайк басып, қолдауды ұмытпа. Жүгері жүрекке пайдалы. Жазғы табиғи витаминнің бірі ол жүгері. Қазір ол пісіп, жетіліп, сауда сөрелеріне шығып та қойды. Оңтүстік өлкелерде оны суға қайнатып, ыстық күйінде сатып та жатады. Тіске жұмсақ, асқазанға жеңіл жүгеріні әсіресе жүрегі мазалайтын жандардың көбірек жегені жақсы. Себебі ол табиғи дәрмек саналады. Жүгері дәнінде адам ағзасына қажетті минералды заттар, калий тұзы, кальций, магний, темір, фосфор бар. Сондай-ақ жүгері белогының құрамында лизин және триптофан атты таптырмайтын амин қышқылдар кездеседі. Жүгері ағзаны токсиндерден, радионуклеидтерден, клеткаларда жиналып қалған шлактардан тазалайды. Ал собығы жүрек ауруларынан, рактан және қартаюдан сақтайды. Өсіп келе жатқан балаларға жүгеріні көп жегізу керек. Себебі ол салмақ қосуға және витаминдер мен микроэлементтермен қамтамасыз етуге септігін тигізеді. Жүгері В1, В2, ПП витаминдеріне және мыс, никель сияқты микроэлементтерге бай. Аллергия, қант диабеті, семіздік және басқа да зат алмасу процестері бұзылған адамдарға, асқазан жолдары ауыратындарға жүгері жеген аса пайдалы. Жүгері дәнінде ғана кездесетін майлардың құрамында 80% қанықпаған қышқыл ерітінділері бар. Ал олар ағзадағы холестеринді реттейді. Сондай-ақ жүгері құрамында көміртегі көп кездеседі. Ал көміртегі қан құрамындағы қантты реттейтін ежелден белгілі. Орталық жүйке жүйесі ауыратын адамдар мен полиомиелит және эпилепсия мазалайтындарға жүгері жақсы көмектеседі. Жүгерінің бұлшық етке де тигізер әсер пайдасы мол. Сондықтан бұлшық ет дистрофиясы кезінде көбірек пайдалануға болады. Бауыр ауырған адамдар үшін жүгері шашағын қайнатып, шай секілді демдеп ішсе ауырғаннан айығады. Емдеу мерзімі жарты жылға дейін созылуы мүмкін. Ал жасаған еміңіз нәтижелі болу үшін жүгерінің піскені болуы шарт. Піспеген жүгерінің шашағының емдік әсері болмайды. Енді жүгеріден дәрі жасау жолдарына тоқтала кетем. Жедел және созылмалы бүйрек қабынуға несеп азайғанда жүгерінің шашағынан 31 кішкентай қызыл бұрыштан да 31, ал арпаның мұртынан 6,5 грамм суға қайнатып, бұқтырып ішіп жүру керек. Қан қысымы көтерілгенде де жүрегі шашағын немесе үстіңгі қабатындағы тамырын қайнатып, шай орнына да ішуге де болады. Тамырлар тартылып, ұмытшақтық асқынса, 25 грамм жүгері майын күнделікті аспен бірге қабылдап жүрсе, жақсы көмектеседі. Сондай-ақ ұйқыны жақсартып, жүйкені басады. Ал оны күнделікті таңертең және кешкі суға қайнатып, жеп жүру жалпы ішкі ағза мүшелерінің жұмысына да оңды әсер етеді. Міне жүгері собының денсаулыққа осындай пайдалы жақтары бар. Ал оқырмандар, сіздермен болған Сәуле, назарларыңызға рахмет. Сіз қаншалықты жүгеріні жақсы көресіз, немесе қаншалықты жүгеріні тұтынасыздар? Комментарияға міндетті түрде пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Келесі видеоларға дейін сау, саламат болыңыздар, ауырмаңыздар. Бірінші байлық денсаулық.